Сәлем достар, біз бүгін керемет тағам дайындаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен құймақтарымызды дайындап алу керекпіз. Құймақты дайындау үшін 5 жұмыртқа, одан кейін сүтімізді қосамыз, жақсылап араластырып алып, сұйық майымызды қосамыз. Оны да жақсы араластырып аламыз да. Ұнымызды қосамыз. Енді құймағымызды табамызда пісіріп аламыз. Енді біз салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін жуа керек, қызыл бұрыш керек. Олар 4 бұрыштеп турап аламыз да. Қызып тұрған табаға майымызды құямыз. Және де жаңа дайындаған пиязымызды, сарымсағымызды және де фаршымызды салып пісіріп аламыз. Қуырамыз. Енді қызыл бұрышымызды қосамыз. Салмамызға тұзын, бұрышын және де специяларды қосып пісіреміз. Дайын болған салмамызды құймағымызға салып, дәл видеодағыдай орап, бір ыдысқа тізіп шығамыз. Ендігі кезекте біз бешамель соусымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге сүтіміз керек. Сүтімізді жай отта қыздыра отыра, орташа отта оған ұн қосамыз. Ұнымызды араластырып болғаннан кейін майымызды саламыз. Кішкене тұз, бұрышымызды қосып араластырып аламыз. Қойыланған кезде отты өшіреміз. Енді дайындаған бешамель соусымызды құймақтарымыздың бетіне жағып шығамыз. Толықтай жағып болғаннан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Міне біздің тағамымыз дайын. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, тіркеліп алыңыздар.